Сәлем достар, сіздер Шынар Тілеуімбердинаның каналындасыздар. Осыдан 1,5 жыл бұрын осы үйге көшіп келгелі, бір жапырағынан баптап өсіріп келе жатқан гүлдеріммен таныстыра кетейін. Мына гүлдерге 1,5 жыл болды. Алдағы уақытта гүл күтімі жайында жақсы видеолар түсіретін боламын. Ол видеоларды жіберіп алмау үшін подписацияны басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Мынау енді традисканция, өзі бір әдемі гүл, 2 ай ғана болды отырғызғаныма. Молочай Милия, Пилея, Стефанотис, мыналарға 1 жыл болды. Комидария, Циндапсус, Пилея, Хлорофитум, Спацифилум, Молочай Милия, Фитония, Фиалка. В общем, фиалкаларды шетелге отырғызып қойдым. Алдағы уақытта тоже жақсы көп видеолар түсіретін боламын. Мынау мына келгеніне 4 күн болды. Африканская красавица, Селагинелла деген гүл. Мынау каланхоя, пепероми. Мына жерде аксалис, қызылы және жасылы, красула ниалиана, бір әдемі гүл, өзі тізіп қойған моншақтай. Осындай жақсы гүл күтімі жайында өте көп видеолар түсіретін боламын. Мынау антуриум, уже гүлдеп болды демалуда. Мынау енді алдымызда сансеверия және декабристер. Дигакактус бұл таразы белгісінің талисман гүлдер екен. Декабрьде әдемі гүлдеді бұлар. Орхидея реанимашка, бұл экспериментте тұрған гүл, жақсы өсіп келе жатыр, Аллаға шүкір. Ендігі маған 8 мартқа күйеуімнің сыйлығы, былтыр әдемі гүлдеп еді, биыл балалап жатыр. Келесі видеоларда кездескенше.